Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында лағман жасайтын боламыз. Қамыры да, тұздығы да бір жасағаннан керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қамырын жасау үшін 300 мл салқын су керек болады. Салқын суымызға 2 шай қасықта тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Суды ыдысымызға құйып, үстінен ұнымызды салып, қап-қатты етіп қамыр илейміз. Қыздар, қамырларыңыз жұп-жұмсақ болып қалмауы керек. Тастай қатты қамыр илейміз. Қыздар, қамырдың керемет созылуы немесе жыртылып кете беруі қамырдың иленуіне өте қатты байланысты болады. Сол үшін қамырдың июін қандырып, сырты жып-жылтыр болғанша жақсылап илеңіздер. Июі қанған қамыр созған кезде жыртылып кетпейді. Май жаққаннан кейін майды өзіне жақсы сіңіретін болады. Қамырымыз осылай жылтырағаннан кейін целлофан пакетке салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өткен соң оқтаудың көмегі арқылы қамырымызды жұқартып аламыз. Жұқарған қамырымызды өзімізге жаюға, яғни созуға ыңғайлы етіп бөлшектерге бөлеміз. Қыздар, әрбір қамырымыздың бөлшегін алып, осы видеодағыдай етіп, домалақ пішінге келтіресіздер. Домалақ пішінге келген қамырымызды кез келген тарелкаға, ыдысымызға орап, дөңгелек пішінде салып қоятын боламыз. Қыздар, мына қамырларымыздың барлығын салып алдық. Енді қамырымыздың үстінен тамақ жасауға арналған сұйық май, яғни ағмайды жағып шығамыз. Ағмай жағып болған қамырды үстінен целлофан пакетпен жауып, 15-20 минутқа демалдыруға қоямыз. Себебі қамыр өзіне майды сіңіргеннен кейін өте оңай созылатын болады, әрі жыртылып кетпейді. 15 минуттың ішінде қамырымыз майды өзіне сіңіріп, өте жұмсақ әрі созылмалы қалыпқа келеді. Келесі біздің істейтін жұмысымыз қамырды осылай қолымыздың көмегі арқылы жіңішкертіп, жұқартып аламыз. Қыздар, егер қамырларыңыздың илеуі қанған болса, міндетті түрде қатты етіп илеген болсаңыздар, және де майлаған кезде өте мұқият майлаған болсаңыздар, қамыр өте оңай жұқартылады. Бірінші рет осылай жұқартып алғаннан кейін қамырымызды қойып, оның үстінен тағы да ағмай жағып қоямыз. Себебі одан да қатты жұмсауы үшін. Өте ұзақ процесс, қамырым ұқсамайды дейтін қыздар үшін осы тәсілмен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Енді екінші рет тағы да жұқартатын боламыз. Қараңыздар, видеода да анық көрініп тұр. Қамыр өте оңай жұқартылады. Қолыңыз тиген кезден бастап өте жұмсақ әрі созылмалы, эластичный қамыр болып шығады. Қыздар, егер орташа қалыңдықтағын ұнататын болсаңыздар, осы күйі салып жеуге де болады. Біздің үйдегілер өте жіңішке қамырды жақсы көреді. Сол үшін мен қатты жіңішкертіп создым. Қолымыздың көмегі арқылы осылай созатын болсақ, қамырдың жуан болып қалған жерлерін сезінуге болады, және де тегістеп жіберіңіздер. Бармақтарымыздың көмегі арқылы осылай іліп аламыз да, қамырымызды қатты жерге 1-2 рет соғамыз. Сонда қамырымыз өзін жинап алатын болады, себебі қамырымыз өте созылмалы күйде. Қайнап тұрған қазандағы суымызға тұзымызды салып, тұзды көбірек салуды ұмытпаңыздар. Аз болса қамырыңыз езіліп кетеді. Қамырымызды салып, осылай ағаштың көмегімен, немесе ағаш болмаса вилканың көмегімен қамырымыз барлығы жазылғанша араластырып тұрамыз. Себебі арасы бір-біріне жабысып қалмауы керек. Қақпағын жауып қайнауға қоямыз.
Достар, қазанға міндетті түрде қарап тұрыңыздар, себебі қайнап шыққаннан кейін ұзағымен 2-3 минут қана қайнату керек, болмаса қамырымыз езіліп, өте жабысқақ болып қалады. 2 минут, 2,5 минут қайнаған қамырымызды ыстық қазандағы судан сүзіп алып, ыдыстағы мұздай, қатты мұздай суға саламыз, себебі қамырымыз өзін жинауы керек болады. Егер мұздай суға салмайтын болсаңыздар, қамырларыңыз істеген кезде жабысқақ болып қалуы мүмкін. Мұздай судан алып сүземіз, суын жақсылап сырғытып, ыдысымызға саламыз. Қамырымыздың үстінен 1-2 тамшы майымызды тамызып, қолымыздың көмегі арқылы барлық қамырға бірдей етіп жағып алатын боламыз. Егер майды тамызатын болсаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалмайды. Лағманымыздың қамыры дайын болды. Ендігі кезекте тұздығын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет және көкөністер қажет болады. Барлық затты өзіңізге ыңғайлы пішінде турайсыздар. Маңызды емес қандай пішінде туралуы. Мен ең бірінші еттен бастап турадым. Етті ұзынша әрі жұқалау етіп турағанды дұрыс көрдім, себебі оңай әрі тез пісу үшін. Келесі кезекте светофор болгар бұрышын. Менде 3 түрлі светофор болгар бұрышы. Егер светофор болгар бұрышы болмаса, кәдімгі болгар бұрышында қосуға болады. Қыздар, жуаны яғни пиязды мен осы видеодағыдай ірілеу пішінде турағанды жөн көрдім, себебі барлық көкөністерім бірдей пішінде болған қаладым, сонда әдемі көрінетін сияқты. Егер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай басқаша турағыларыңыз келсе болады. Келесі кезекте бізге басай, яғни корейский капуста керек болады. Кәріс капустасының осындай жұмсақ жерлерін видеодағыдай етіп алып тастаймыз. Бізге қажет емес, ортасындағы қаттысын ғана ірілеу пішінде турап аламыз. Қыздар, егер қалауларыңызға қарай сельдерейді ұнататын болсаңыздар, сельдерейдің осылай ағашын бөлек, таяқшаларын, жапырақтарын бөлек турап аламыз. Сельдерей лағманға өте ерекше нәзік дәм береді. Ал егер үйдегілеріңіз ұнатпаса, қоспай-ақ қоюға да болады. Келесі кезекте помидорды турадым. Помидорыңыз болмаса, 2 қасықтай немесе 1 қасықтай томат салсаңыздар да болады. Қазір помидордың барлығы балғын пісіп тұрғандықтан ерекше дәм беретіні үшін свежий помидор қолдандым. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, үстінен етімізді салып, қуыруды бастаймыз. Менде етім балғын ет, яғни тұздалмаған ет болғандықтан үстіне шым-шым тұз септім. Етім дәмді болып қуырылу үшін. Егер тұздалған ет болса, тұз сеппей қоюларыңызға болады. Еттің осылай суы шығып, суы тартылар кезде үстінен 2 немесе 3 ас қасықты соя соусын құямыз, қыздар. Соя соусын жақсылап араластырып, отымызды кішкене бәсеңдетіп, табамыздың қақпағын жауып 5-6 минутқа бұқтырамыз. Соя соусы біздің етіміздің тез әрі жұмсақ болып пісуіне өзінің септігін тигізеді. Оның үстінен пиязымызды саламыз. Қыздар, келесі кезекте естеріңізде болсын, барлық көкөністерімізді салған соң 2-3 минуттан артық қуырмаймыз. Пиязымыздың үстінен помидорымызды саламыз, оны да 2 минут қуырып, оның үстінен түрлі түсті болгар бұрышымызды саламыз, басай капустамызды саламыз, және де сельдерейдің таяқшаларын салып, үстінен дәміне қарай тұзымызды сеуіп, барлығын араластырып, тағы да 2-3 минут қана қуырамыз. Екі-үш минут қуырылып болған соң сельдерейдің жаңағы жапырақтарын үстіне сеуіп, кішкене ғана су тамызамыз. Көп тамызбаңыздар. Қақпағымызды жауып, 2 минутқа бұқтырып қоямыз. Сонымен лағманымыз дайын. Ал қыздар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз да, тұздықтарыңыз да бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Үлкен кісілер де балапандарды сүйіп жейтін ыстық әрі дәмді тамақ болады. Лағманды кез келген адам жасай алатынына көзіңіз жетеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар.